Сәлем достар, біз бүгін сіздермен each және every сөздерінің айырмашылықтарын үйренетін боламыз. Біз оны қазақ тілінде негіз әрбір деп аударамыз. Each person, every person деген сияқты әрбір деп аударамыз. Каждыйге орысшасын айтқан кезде. Енді мына суретке қарасаңыздар, each және every сөзінің айырмашылықтарын суреттен байқауға болады. Қазір мен сіздерге бір мысал келтіремін. Each ол жеке дара бөлікке қолданылады да, бір нақты адам немесе бір нақты зат. Мысалы, each person who come to the dinner party brought a dish. Бұны аударған кезде туған күнге келген әрбір адам тамақ алып келді дейді. Мысалы үшін, бірінші адам шоколад әкеледі, екінші адам сусын әкеледі, үшінші адам пицца, төртінші адам салат әкеледі. Яғни әрқайсысы мына жерде суретте көріп тұрғандай, each бір адам жеке, екінші адам жеке бір тамақ алып келді, мысалы үшінші жеке тамақ келді, төртінші жеке тамақ, бесінші басқа бір нәрсе келді, алтыншысы басқа, жетіншісі басқа нәрсе келді. Яғни each деген каждый, яғни әрбір жеке тұлғаларға қолданады екен, нақты бір тұлғаға, иә. Бірінші адамға жеке нәрсе қолданылса, екінші адамға басқа жеке нәрсе қолданылады, үшінші адамға жеке нәрсе қолданылады. Көрдіңіздер ме? Each person who come to the dinner party brought a dish. Айтып кеттім ғой, туған күнге келген әрбір адам тамақ әкелді, жеке әрқайсысы әртүрлі тамақ әкеледі. Вот осыған each қолданады. Ал енді every ол топтық жағдайда қолданылады. Мысалы үшін everyone who come to the party brought a dish. Туған күнге келген адам барлығы бірдей тамақ алып келді. Мысалы үшін барлығы бірдей затты алып келді, бәрі бірдей тамақты алып келді. Мына суретке қарасаңыздар, міне барлығы бірдей нәрсе келді. Бұлардың барлығы либо бірдей салат әкелді, либо бірдей сусын әкелді, либо бірдей тамақ алып келді. Общий жүреді, групповой жүреді. Яғни топтық заттарға осылай қолданады екен. Көп адамдарға, иә, осылай every қолданады, ал жеке болса, онда each сөзі қолданады екен. Қараңыздар, every business owner is clever дейді. Әрбір бизнес басшысы, яғни бизнес құратын адам, ол өте ақылды дейді. Бұл жерде бұны қалай түсінеміз? Яғни бұл жерде жалпы бизнес бастайтын адамдар туралы айтып тұр, жалпы, общий. Яғни кез келген адам бизнес аша алмайды, тек қана ақылдылар ғана бизнес аша алады деп тұр ғой енді. Ол рас, бизнесті тек ақылменен жүргізеді. Ақылменен, білімділікпен жүргізеді. Міне осыған топтама, кез келген жалпылама бизнесмендер немесе бизнес әйелдер ақылды болып келеді. Ал енді қараңыз, each teacher at our school is creative. Біздің мектептегі әрбір мұғалім креативный дейді. Яғни біздің мектептегі деп тұр, әрбір мұғалім. Мысалы үшін қазақ тілінің мұғалімі де креативный, ағылшын тілінің мұғалімі де креативный, математика тілінің мұғалімі де креативный. Осылай әрбір адамға жеке дара қолданылса, онда each сөзін қолданады екенбіз. Сонымен қатар each көпше түрде де келе береді. Мысалы үшін қарасаңыздар, each of the cats has a red color. Бұл жерде міндетті түрде of деген сөз қолданылады. Each of the cats has a red color. Әрбір мысықта қызыл жолақ бар дейді. Әрбір мысықта қызыл жолақ бар. Ана мысықта да қызыл жолақ бар, мына мысықта да қызыл жолақ бар. Яғни бұл жерде көпше түрінде қолданып тұр. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Each and every'дің айырмашылығы. Яғни each жеке қолданылса адамдарға. Ал every жалпы, групповой, общий сөзде қолданылады екен.
егер сіздерге видео ұнаса лайк басып YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта ағылшын тіліндегі көптеген грамматикалық ережелерді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Оқыған озады, білімдеріңіз аса берсін. Келесі кездескенше